Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа пост каргосымен ешқандай код сатып алмай тікелей тапсырыс беруді үйренетін боламыз. Тікелей тапсырыс беру деген ол, яғни официальная доставка. Жаңа пост каргосы. Бұл каргоның тарифі 1 килограммға $4-7 алынады. Яғни товарыңыз келген соң тек қана салмағына ғана төлейсіз. Артық доставкаға ақша алынбайды. Жаңа пост тікелей тапсырысты тіркеу үшін ең алдымен Pindodoға кіріп, мой профиль бөліміне өтеміз. Адрес тіркеу бөліміне кіреміз. Қызыл плюсты басамыз. Осындай бет шығады. Енді осы жерге біріншіге өзіңіздің аты жөніңізді ағылшынша әріптермен жазып шығамыз. Ал екінші жолға SMS келетіндей қосылып тұрған телефон номеріңізді жазасыз. Үшіншіге өзіңіздің облыс, район немесе қалаңызды толтырасыз. Төртінші жолға өз үйіңіздің адресін жазасыз. Енді бесіншіде өз қалаңыздың индексі автоматты түрде толтырылады. Бұған тиіспейсіздер. Толтырып болған соң төмендегі қызыл батырманы басамыз. Толтырылған адресіміз ең астында шықты. Осының қасына птичканы қоямыз. Енді артқа шығып тапсырыс беріп көрейік. Басты бетке өтемін. Осы жерден кез келген бір товарды таңдаймын. Мысалы, мына шалбарды алатын болсам, үстін басып кіремін. Алдымен суретін көріп аламын. Сосын отзывтарын қараймын. Жақсы, маған ұнады. Енді төменде тұрған қызыл батырманы басамын. Осы жерден түсін және размерін таңдаймын. Таңдадым. Енді осы жерде мұқият тыңдаңыздар. Мына жоғарыда грузовик тұрған жазуды басамыз да, осы жерде жаңа постты таңдаймыз. Осылай шығады. Сосын филиал адресі дегенді басамыз. Өзіңізге жақын филиалды таңдаймыз. Мысалы, менің қаламда 2 филиал бар екен. Біреу Жамбыл даңғылында, екіншісі 11-ші микрорайонда орналасқан. Маған 11-ші микрорайон жақын болғандықтан осы филиалды таңдаймын. Енді астындағы растау сөзін басамыз. Бір тексеріп аламыз. Сіздерге айтар үлкен кеңесім, әр тапсырыс берген сайын осы жерде мұқият таңдап, тексеруді ұмытпаңыздар, себебі басқа карго таңдалып кетуі мүмкін. Енді ары қарай төмендегі қызыл батырманы басып, заказ жібере берсеңіз болады. Тағы айта кетейін, заказ жіберетін кезде осы төмендегі қызыл жазуды басқанда осындай жазу шықса, онда X батырмасын басып, жасыл белгіде тұрған галочканы қызыл жүрекшеге қоямыз. Ары қарай төмендегі қызылды басып, заказ жібере берсеңіз болады. Немесе осындай жасыл белгі тұрса, онда осы жазудың үстінен басып, қызыл жүрекшеге галочканы қоямыз. Ары қарай қызыл батырманы басып, заказ береміз. Қараңыз, жаңағы шалбардың негізгі бағасы 11-11 юань екен, бірақ оған 3% комиссия қосылып тұр, 2 юань қосылып тұр. Сонда 13-11-ге сатып аламын. Енді осы жерге өзіңіздің төлем пароліңізді орнатасыз. Карточкаңыздың артындағы 3 сандық кодты жазасыз. Қызыл батырманы басамыз. Міне Каспиімнан менің ақша шешілді. X-ті басып шығамыз да, мой профиль бөліміне өтіп көреміз. Міне менің заказым 2-ші статуста тұр. 24 сағат осылай тұрады да, ары қарай 3-ші, 4-ші статусқа өтетін болады. Сабағымыз осымен аяқталды. Ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.